Одан кейін қалған адамдар мысалы алтын сатыға лайық болса да, егер сенбей қалса, мынау панажайға мүмкіндік бар дедіңіз ғой, Шамбаладан босаған. Иә. Ол жерде апаттан аман шығып, қайтадан тарап кетеді өздеріне. Ол панажай қанша адамды сыйғыза алады? Ол мыңдаған адам. 10 мың, 20 мың, 100 мыңға шейін оның. Тарап кеткен керек ғой. Монғолияда бар, Индияда бар, Непалда бар. Террас жолдары. Иә, оның террасалары көп, оның сыйымын ешкімді білмейді. Оның ішіне кіргенде сонда білуге болады. Бәр алтын сатына жақын елдер қалдыр, бәрі оған сияды. Бәрі оған сияды. Аға, мына қазіргі мысалға болып жатқан оқиғалардың барлығынан мен сіздің қолтаңбаңызды көремін. Иә. Әлемдегі болып жатқан оқиғалар сіздің ментал астрал дүниедегі жұмысыңыздың нәтижесі сияқты болып көрінеді. Иә, әсері, иә. Және соны сіз өз жұмысыңызды теледидардан көріп, манағы результатын қарап отырғандай сезінемін. Өмір бақи сол болды. 40 жылдан артық мен қанша болды өзгерістер болып жатқандардың. Ақырғы недегі Азербайжанға болған оқиғалардың бәрінде зерттеп отырмын қазір. Қазір үлкен адамзат үлкен шайқастың алдында тұр. Ислам мен христиан әлемінен үлкен шайқастың алдында. Қалай болатын мен сезбеймін әлі. Шешімге келген жоқпын. Ал бірақ біздің еліміз үшін ең басты тиімді даму ол бейбітшілік қой. Бейбітшілік, тыныштық. Инкубатор. Инкубаторда тыныштық болу керек. Алтын сатының балалары өсіп жатыр, ол өсіп, бірлесіп, өзінің күшіне кіргенде бәрі толық. Жердегі бәр қылмыстарда, бәрі тоқтайды. Бәрі тоқтайды, бәрі қатырады. Бәрі алтын сатының деңгейіне сәйкес болады. Сәйкес болмағандар бәрі қырылады. Бітті сонымен. Цивилизация кетеді. Мусорный свалочный цивилизация. Ата компьютерін мен жаздым ғой? 90-шы жылдарда. Ол деген свалочный мусорный цивилизация болып кетеді. Мінекей біз келдік оған. Сол деңгейге қазір жер енді көрініп тұрсыңдар. Мексикада 260 шақырым жылдамдық жел соқты. Бәрін алып кетті, қаланың бәрін алып кетті. Ана жақта су болып жатыр. Ана жақта құрғақшылық болып жатыр, ешқашанда болмаған. Мәскеуде 15 градус жылы 78 жылда болды ғой, Мәскеуде болғанда. Сол мейрамның алдында, ноябрь мейрамында, сонда жыл болды. Сол оралып келді қайтадан. Оралып, циклмен, бәрі өмірде циклмен өтеді. Ол циклден ешкімде шыға алмайды. Істедің жамандықты, ораласың бәрібір оған. Жақсылық істедің, саған сол жақтан жақсылық келеді. Сөйтіп адам өз өзіне сақ болу керек. Әсіресе молдаларға мен тыныш жүріңдер, саған ешкім тиіспейді. Ақшаңды алып, елдер алдап, пітірлеріңді жинап, жүрбеңдер, ешкім сендерге тиіспейді. Сендердің қалтарыңды біреп тоңқайған қазақтар маған бір тиын керек жоқ. Тоңқайған, шоқынған, Хари Кришналар, бақайлар маған бір тиын керек жоқ.